Сәлем менің қымбатты оқырмандарым, бүгін біз сіздермен ет асатын боламыз. Қазақтың беш бармағы. Біздің етіміз мінекей алып жуып дайындап қойдық. Осыны майлы болып әдемі сорпасы шығу үшін пешке 10-15 минутқа салып алдым. Қыздырып бетінің майы шықты. Енді осыны суға салып жақсылап пісіретін боламын. Мінекейіңіздер, жаңа етімізді салған болатынбыз. Енді қазымызды орап, енді суға соны салатын боламыз. Алдымен қазымызды орамас бұрын жақсылап тесіп алатын боламыз. Бисмилля, әр жерден зубочисткамен тессеңіздер болады. Еттеріңіз енді қазыларыңыз өзіңіздің жібітіп қойғандарыңызға байланысты. Шамалы тессеңіздер болады. Кейін піскеннен кейін пісіп жатқан кезде тағы да тессеңіздер болады. Біздің етіміз енді салдық. Құда қаласа қайнайды. Әлі қайнаған жоқ. Енді осыған қазымыз саламыз. Бисмилля. Мінекейіңіздер, біздің етіміз салып, уже қайнауға дайындаймыз. Мінекей біздің етіміз қайнап жатыр. Ішіне картошкасын, сәбізін салып қойдық. Осы енді қайнап жатқан етіміз піскеннен кейін алатын боламыз. Еңіздер, сорпасы қайнап жатыр. Етімізді алып болдық. Енді қамырдың үстіне орналастырғанын көрсететін боламын. Сорпамызды қайнап жатыр. Қазір қамырымызды саламыз. Сорпамыз қайнап жатыр. Енді қамырымызды саламыз. Қамырымызды салып тұрып, арасында қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Өйткені қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Қозғауды ұмытпаңыздар. Қазір қамырымыз піскеннен кейін қамырымызды алатын боламыз. Біздің қамырымыз қайнап жатыр. Осы қамырымызды енді алатын боламыз. Қамырымыз дайын. Мінекейіңіздер, қамырымыздың үстіне етін саламын. Мінекейіңіздер, қамырымыз дайын. Етке келіңіздер. Мен сіздерден комментарий, лайк күтемін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.